Сәлем қыздар, мен неге қойдым? Записке қойдым. Және неменемді қалай көрініп тұрған қарап алмаппын да. Ал кеттік қыздар. Дауысым естіліп тұр ма? Бір обратный связь беріп жіберсеңдер. Менің фото, видеом слайдқа мешать етіп тұрған жоқ па қыздар? Мен және нені қарамаппын да. Қыздар, обратный связь. Мен естіліп тұрмын ба? Саламатсыз ба? Сәлематсыз Айнұр ханым. Иә, бәрі жақсы естіліп тұр. Менің видеом мешать етіп тұрған жоқ қой экран слайдына, иә? Жоқ, бәрі жақсы көрініп тұр. Все хорошо. Қыздар, все бастаймын. Жаңадан келіп жатқан қыздар бар екен. Мен алдымен өзімді таныстырып өтейін. Мен есімім Бақтыгүл болады. Жасым 47-те, Алматының Чечағында Айғаным деген ауылда тұрамын. Бұрын әскери адам болғам, әскери шенім майор болған. Әскери институтта осы Абоко деп аталынады, военный сухопутный войск, сол жерде служить еттім. Сосын кейін қара майордың спецназында психолог болып служить еттім. Одан кейін декретке келген кезде ғана барып осы сетевойға келдім. Негізі сетевойға бар ғой, вообще келейін деген ойым жоқ болатын қыздар. Вообще сетевиктерді ұнатпайтын адамдардың бірі едім. Енді неден қашсын соған келесің дейді ғой, соған дайындаған болу керек, бір аллайын білмеймін ғой. 2 жоғарғы білімім бар, бастауыш класс мұғалімі және психолог болып. Сонымен күйеуге шыққаннан кейін осындай әлеуметтік желіде жұмыс жасап жатыр деп өзімнің сіңілім шақырып, 38 жасында әлеуметтік желіге жұмыс жасауға келдім. Содан бері тек қана онлайн ғана жұмыс жасаймын қыздар. Бүгінгі айтатын компаниямда онлайн интернет дүкен, бұл фармаси. Біреулеріңіз бар, естіген, тіркелгендеріңіз бар, естімегендеріңіз бар деген сияқты. Фармаси компаниясының ең бірінші айтатын сөзі фармаси жанұясына қосыл деп айтады да. Арасында да жанұя ретінде жұмыс жасайтын компания. Қазір мен қысқаша компания жайлы, компанияның маркетингі, қандай продукция бар, соларды айтып өтірем. Ең соңынан кейін сіздерде сұрақ қою мүмкіндігі болады. Ешқайсыларыңыздың микрофондарыңызды өшірмеймін, өздеріңіз саналы түрде сөйлейтін кезде өшіріп, сөйлейтін кезде қосып, сөйлемейтін кезде өшіріп отырасыздар, жарайды ма? Видео қоссаңыздар нұр үстіне нұр. Ең бірінші жиі қойылатын сұрақтар: қандай компания, өнімдері қандай, сертификаттар бар ма, қандай жақсы өнімдері бар деген сияқты өте жиі қойылатын сұрақтар, соларға жауап берем. Енді бастайық. Компанияның аты фармаси. Бұл түркиялық халықаралық компания. Бұл жерде сұлулық, денсаулық, табыс, дайын жүйемен жұмыс жасаймыз қыздар, барлығы дайын. Компанияның негізін қалаушы Джевдетта Туна деген фармацевт болған. 1950 жылы осы фармасидің ең алғашқы өнімін жасайды. Ол сироп от кашля. Как раз соғыс біткен жылы Джевдетта Туна мырза Германиядан фармацевт болып білім алып келеді. Яғни Түркияға келгеннен кейін, енді соғыстан кейін как раз көк жөтел дейді, сол өте көп болған екен. Сол кезде ең бірінші фармацевт ретінде сол кісі жөтелге қарсы сироптарды ойлап табады. Бүкіл әлем бойынша қазір сироптар бар от кашля, соның формуласы осы Джевдетта Тунадан тарайды қыздар. Одан кейін компания 60 жыл бойы өзінің формулаларын сатып, бүкіл әлем бойынша жұмыс жасайды. Ешқандай сетевойда жасамайды ол кезде. Одан кейін 2010 жылы ғана компанияда өзінің ұлы Хакан Туна және немересі Санан Туна жәнегі Джевдетта Тунаға ұсыныс жасайды. Біздің компанияны узкий фармацевтикалық узкий круг дейді ғой, енді ғана танымай, бүкіл әлем таныса, бүкіл әлемге шығаратын мүмкіндік бар. Ол сетевой компания ретінде даму деп
өзінің живдета тунаның батасын алып жұмыс жасай бастайды. Компания о бастан мысалы сертификат, компанияның өзінің алтын ережесі бар. живдета тунаның біздің продукцияларда малдың майы мүлдем жоқ, қыздар. Мүлдем жоқ. Сосын кейін біздің продукция животныйлар дейді ғой, енді жануарларға тестироваться етілмейтін, мысалы крысаға бірдеңке жасап жатады ғой, иә, сондай нәрселерді жасамайды. Продукцияның құрамы таза, халал және өсімдіктердің сығындыларынан ғана жасалынады. Компанияның өзінің өндіріс орны GMP сертификатына ие болған, және Евростандарт сертификаты бар. Евростандарт негізі шетелде әлем бойынша стандарттар бар. Американский стандарт жәнегі Евростандарт. Екеуінің разницасы қандай? Мысалы, американский стандарт алатын болсаңыз, запрет бір 10 химиялық қоспаға. Ал Евростандартта 1600-ден астам химиялық қоспаға запрет. Егер бизнесмен тек қана жылдам нарыққа шығуды ойлайтын болса, ақшаны ойлайтын болса, ол жәнегіндей американский стандартқа қарай жүгіреді. Ал егер ол адамдарға қызмет жасау, соларға ешқандай зиян келтірмейінше деп бірінші адамды ойлайтын болса, олар және экопродукт дейді ғой, евростандартқа соны алуға тырысады. Біздің компания Евростандарт. Яғни біздің продукттың құрамында 1600-ден астам адамның ағзасына зиян келтіретін қоспалар жоқ деген сөз бұл. Бұл өте үлкен көрсеткіш, қыздар. Бұған, яғни өзің де спокойно пайдалана аласың. Біреуге де пайдалануға берген кезде, ұсынған кезде сен тыныш ұйықтайсың, совесть чистый дейді ғой. Спокойно сатуға да болады. Яғни сатам дейтін болсаңыздар, иә. Қазіргі таңда 125 мемлекетте жұмыс жасайды. 125 мемлекеттен астық уже 130-ға таяды. 100 мемлекетте до сих пор традиционный, жәнегіндей компанияның продукциялары басқа мемлекеттерде сатылады. Ал 2010 жылдан бастап, уже қазір 30 мемлекетте толық қалды, сетевой арқылы жұмыс жасайды. Осығанға дейін түсінікті деп ойлаймын. Келесі сұрақ, қандай өнімдер бар дейді. Қазіргі таңда бізде жеке гигиена заттарымыз бар, иә. Мына суреттерге мән бермей қойыңыздар. Бұл бірінші шампуньдар. Жеке гигиенаға шампунь, зубный паста, гель для душа деген сияқты, иә. Пена для бритья еркектерге, иә. Жәнегі маска для волос деген сияқты жеке сіздің денеңіздің тазалығын сабындар, жидкий сабын, твердый сабындар жатады. Шампуньның 12 түрлі бар. Яғни және құрғақ шашқа, майлы шашқа, бүйраланып кететін шаштарға, түсіп жатқан шашқа деген сияқты, иә. Өте көп бізде шампуньның. Сабындарымыз қандай керемет. Сабын, твердый сабын мен өзім от души қолданам, қыздар. Баняға прям твердый сабынмен, енді керемет, балаларымды да сонымен жуындырам. Біздің сабынның ерекшелігі жәнегінде еріп кетпейді. И денеңізде жаралар болса, жаралар, бір қотырлар, бірдеңке шығатын болса, қыздар, моментально сол жазылады. Продукция полностью емдік қасиеті бар, потому что ингредиенттері жәнегіндей табиғи. Екінші, бұл жәнегі дәрумендер. Бізде енді количествосы бір 10-ға жоқ жетеді. Ең біріншісі бұл алоэ напитогымыз. Алоэ напиток іш құрылыстың жұмысын жақсартады. Осы алоэ напитокты ішіп, біздің адамдар ағзаларын жәнегіндей, негізі енді сол іш құрылыстан басталынады ғой, беттегі дақ болсын, не, денеңдегі қотырың болсын, шелушение кожи болсын, барлығы ол іш құрылыстың жұмысының нашарлауы. Сол алоэ напитокты күнделікті таңертең бір уақыт іше отырып, біздегі қыздардың дауысын басамыз. Кірген кезде сразу дауысын басып кіреміз. Қыздардың ағзаларындағы жәнегі проблемаларды шешіп жатыр. Одан кейін С витамині бар, коллаген бар, L-карнитин бар. Одан кейін бізде АЦВ,
плюс коктейльдеріміз бар, арықтаймыз десе. Енді бұлар туралы отдельно бір сабақтар өтіледі, иә. Келесі декоративная косметика. Бұл баяғы помада, туш, тоналка, подводка, хайлайтер деген сияқты түр-түрі, помаданың түр-түрі, туштың түр-түрі, тоналканың түр-түрі деген сияқты. Төртінші, бұл бет күтімдерін, яғни бет күтімдеріне прям сериямен. Мысалы, егер сіздің бетті, яғни 15 жастан бастап уже күтіну керек деп айтады. Өйткені угрилар шыға бастайды, иә. Арнайы бізде аква сериясы бар, жас беттерге, балғын беттерге, иә. Екінші, тоже 15 жастан бастап қолдануға болады. Чайное дерево, егер беті угриланып кететін, подкожный клещ деп айтып жатады, иә. Бар болатын болса, чайное дерево, яғни не кіреді? Тоник, умывалка, ночной, дневной, вокруг глаз, сыворотка деген сияқты. Үшінші, құрғақ бетке или комбинированный бетке, иә. Календула сериясы өте керемет, қыздар. Календула сериясында тура сондай, жәнегі тоник, умывалка деген сияқты. Одан кейін, егер қара дақ болатын болса, беттеріңізде пигментация болатын болса, бізде арнайы люме сериясы бар, прям отбеливающий сериялар. Одан кейінгі екі бет күтіміне арналған сериямыз бар. H Reverse, сосын кейін екіншісін атын ұмытып қалдым, қыздар. Бұлар қымбат сериялар жүреді, где-то 150 мың общий неге, 150 мыңдай набормен алатын болсақ, біздің бағамен где-то бір 80 мың теңгеге алады. Арғатай парфюмдер. Мен өзім енді ол серияларды қолданбағаннан кейін, қыздар, мен календула сериясын қолданам. Бетім менің өте құрғақ, мен денем құрғақ. Сондықтан мен полный календула сериясын мен қолданамын. Келесі парфюмдер. Әйелдер, кстати, бұл жерде мен жәнегі қымбат сериядан ночной крем қолданам, ночной маска. Оның ішінде коллоидный золото дейді, алтын қосылған. Именно косметикаға қосылатын, соны постоянно алып қолданам. Енді одан кейінгі парфюмерия. Парфюмерия әйелдерге, ерлерге арналған парфюмерияның иісі деген енді күшті, қыздар. Келесі жолы арнайы видеода көрсететін боламын. Одан кейін үй тазалығына арналған, яғни ыдыс жуатын, одан кейін специальный посудомоечный машинаға арналған таблеткалар да бар. Одан кейін кір жуатын порошоктар, жидкий порошок, кондиционерлері бар. Терезенің әйнектерін сүртетін, унитаз, пол, паркет деген сияқты, яғни үй тазалығына арналған заттар бар. Получается 6 направление, плюс бізде массажный гельдер бар. Ең мықты каштан гель дегендер, мысалы, сол. Енді Қазақстанға қашан келді, қашаннан бері жұмыс жасап жатсыздар? Негізі Қазақстанға уже 4 жылдан асты, бірақ біз алдыңғы маркетингте қиналдық, өйткені ауыр болды біз үшін. Но соның өзінде де жұмыс жасадық, табыс таптық, бірақ біз қалағандай результат болмады. Соңғы 2 жылда компания өзі шығып, бізге жаңа маркетингін айтқаннан кейін біз қайта бастадық. Осы 2 жыл болды. Жаңа маркетинг жұмыс жасап жатқан, қазір сол маркетинг туралы айтатын болам. Бізде нарық толық ашылмаған. Қазір енді егер ашылып жатса, сіздер ертерек естілер едіңіздер, иә. Жәнегіндей блогерлер, болмаса мықты актер, актрисалар бізде тіркелмеген. Қарапайым үйде отырған аналар жұмыс жасап жатыр. Мен өзім үйде отырған ана болғаннан кейін, командам полностью үйде отырған аналармен, үйде отырған әжелер в основном. Ресми жұмыс жасайды. Егер өзіңіз компаниямен договорға отырам дейтін болсаңыз, 15%-дан бастап компаниямен уже договорға отырасыз. Табысыңыз ИП счетыңызға түседі. Міндетті түрде ИП болу керек. Кей компаниялар айтады, ой, бізде ИП ашпаймыз. Мен вообще бармаймын ИП ашпайтын компанияларды, даже маркетинг тыңдамаймын. Неге? Потому что ол официально жұмыс жасамайды. Сен өкіметке өзіңнің табысыңның налогын төлемейтін болса, бұл подпольный бірден кеші. Сондықтан компания сізбен договорға отырып, сіз полноценно өзіңіздің өкіметке налогыңызды төлеп отыруыңыз керек. Вот соны айтады заңды деп. Қазір кіру өте тиімді, потому что нарық бос. Келесі.
Табыс. Бұл жерде табыс шектеу жоқ, қыздар. Ең үлкен шек бизнес for home сайтынан көрсеңіздер болады. Прям кімде бар, скачайте, посмотрите. Фармаси десеңіз, ең үлкен шек айына 230 миллион теңге, қыздар. Ең үлкен шек. Бос директор мексикалық Александра деген қыз. Екінші, енді екінші мына фотодағы қыз, бұл Алсу, бұл жақын мына Ресей, Татарстандағы. Бұның чегі 6 миллион 800. Енді мынау бүкіл әлем деңгейінде, мынау көршілес, иә? Сол ғана ма деп айтуларыңыз мүмкін. Бизнес for Home сайтынан, әлеуметтік желіден қарасаңыздар, вот міне, пожалуйста, Александра. 526.122 доллар. Months деген айлық деген сөз, years деген жылдық доходы. Жылдық доходы 6 миллион доллар. Есептей беріңіз. Келесі, Stormy деген 50 мың доллар. 46 мың доллар, 35 мың доллар, 30 мың доллар, 25 мың доллар. Яғни чектер бұл әлемдік деңгейде компанияның төлем қабілетінің жоғары екенін осы жерден көресіздер. Егер алла бұйыртып сондай деңгейде сізде Қазақстанда жетсеңіз, сізге де осы суммалар төленетін болады. Маркетингде қатты разница жоқ. Мен өзім лично американский маркетинг барын қараған кезде біздің маркетингқа ұқсайды. Суммалары да, выплаталарда, иә. Енді Қазақстан бойынша кімдер жұмыс жасап жатыр? Қазақстанда бірінші мен тіркеліп тұрмын. Бүкіл Қазақстан бойынша бірінші адамын. Менен 2 ветка ғана тарайды. Біреу Мархабат, біреу Елмира. Мархабаттың командасы, Елмираның командасы, одан кейін боковой тағы қыздар бар, е. Жерде толық бар қыздарды нетпедім. Директор, бронзовый директор, бронзовый директор, бронзовый, золотой директор, 15%, директор, е, мысалы қыздар. Тағы ұмытып қалған 2 директор, бір бронзовый директор бар, мына жерде фотосын бермегеннен үлгермей қалды. Айгүл ханым, еще тағы 15% Құралай ханым фотосы ілінбей қалды. Енді кімдерге арналған бұл компания, қыздар? Бұл компания декреттегі аналарға арналған, үйде отырған, қосымша табыс іздегендерге арналған. Зейнетке енді шығамын, зейнетке шыққанда қандай табыс көзін аламын, бір пенсия қарап отырам ба деп жұмыс жасап, зейнеткерсін ертерек ойлап жүрген қыздарға, уже зейнетке шығып үйде отырған, немере бағып отырған апаларға, және онлайн жұмыс жасағым келеді деген кісілердің барлығына арналған. Бізде өзі 3 түрлі адамдар келеді: тұтынушы, сатушы, бизнес партнер. Бұлар жайлы қазір үшеу айтам, е. Енді кімдерге арналмаған қыздар, сразу айтам. Диванда отырып алып, жатып алып, маған ақша келсін дегендерге точно арнама. Көтеріңді көтеріп жұмыс жасайсың. Любой жерде. Сен магазин ашсаң да тұрасың. Сол сияқты бұл сізде кәдімгі интернет-магазин. Жұмыс жасау керек. Маған бәрін жасап бер, мен дайынға келе қояйын дейтін қыздар қазір уже шығып кетсеңдер болады. Сосын кейін өсуге дайын еместер. Яғни, мен білмеймін, мен 60-тамын, мен 40-тамын, мен 50-демін, мен оқи алмайым, мен үйрене алмайым. Қыздар, менің командамда 70-тен асқан қыздар бар. 70-тен асып, спокойно бәрін үйреніп жатқан. Өткенде кім, Рима ханым айтты, 74-тегі татар қыз неге барып келген? Стамбулға, е. Яғни өсуге дайын еместер тоже шығып кетіңдер. Мақсаты жоқтар. Яғни өзінің бір мақсатын фармаси арқылы ниеттеніп жасайым деген кісі болмаса, лучше тоже, потому что біздің компания сенің мақсатыңды орындауға кәдімгідей қаржылай көмек беретін компанияның бірі. И ең күштісі деп те айта аламыз. Сосын кейін ақшасын бизнес бастауға қимайтындар тоже шығып кетсін. Любой бизнес ақшамен бастады. Любой бизнес. Қытаймен бизнес жаса, Түркиямен бизнес жаса, инфо бизнес жаса, магазин аш, білмеймін енді, СТО ашасың ба, жоқ әлде просто бір парикмахер. Любой бизнес ақшамен басталады. Біздің де бизнесіміз ақшамен басталады. Поэтому
Бізде ерекшелігі кішкентай аз суммамен бастап кету мүмкіндігі бар. Түсінікті ғой, иә? Сосын кейін көмек бар ма? Команда құруға, вообще бизнес жасауға бар, қыздар, әрине бар. Бізде дайын жүйе бар, дайын платформа бар, және наставниктің сопровождениесі. Бұл дегеніміз не? Дайын жүйе дегеннен кейін, сіз тіркелгеннен кейін видеозвонокқа шығасыз. Біз сізбен кәдімгідей сіздің планыңызды реттеп жұмыс жасайтын боламыз. Қандай ақшаға шыққыңыз келеді, қанша табыс тапқыңыз керек. Яғни әрқайсыңыз, әр адам әртүрлі, әр адамның өзінің әртүрлі пландары бар, иә. Біреуге признание керек, біреу күйеуіне дәлелдегісі келеді, біреу енесіне дәлелдегісі, біреу просто сахнаға шыққысы келеді, иә. Біреулер кәдімгі үй алғысы келеді, машина алғысы. Әркімнің өзінің бір планы бар. Вот соған қарай біз сізге индивидуально подход жасайтын боламыз. Екінші, дайын платформа. Барлықтарыңызға дайын телеграмда платформа бар. Сабақтар өте көп, қыздар. Жәнегі дайын жүйе бойынша да сабақтар бар. Сосын кейін просто личностный рост дейміз ғой, жеке тұлға ретінде даму сабақтары бар. Сосын кейін отказдармен қалай жұмыс жасау, продукцияларды жәнегінде отзывтар чаты, яғни сіздерге дайын кәдімгідей платформа бар. Ол жерде плюс жәнегі қазіргі таңда ең жақсы жұмыс жасап жатқан чат GPT, иә. Искусственный интеллект, жасанды интеллекттерді қалай қолдануға болады, чат-бот қалай жасауға болады, қалай енгізуге болады, TikTok, таргет барлығы сол жерде дайын платформада сабақтар бар. И оңай, қарап отырып жасауға болады. Наставниктің сопровождениесі дегеніміз, прям сіз егер деп кірген кезде ақпарат бере алмай жатсаңыздар, наставник сізге көмектеседі. Дайын нәрсе, и плюс прям сіздің адамдарыңызбен сөйлесіп беруге дайын бол. Келесі, товарларды қалай аламыз? Түркиядан келеді, 10-14 күнде келеді. Доставка құны 1700 Қазақстанға дейін. И по Казахстан Қазпочта қандай сумма қояды, сол. Мына жерде 10 килограммға дейін 1700. Түркиядан бізге алдында басқа қыздар заказ берген кезде, представляете, 1 килограмм болмайтын затқа 16 000 теңге төлеген ғой, біз всего лишь 1700 теңге. 10 килограммға дейін 1700. И по Казахстану Қазпочтаның бағасымен төленеді. Неге дәл қазір фармасиді бастау керек? Біріншіден, продукция өте сапалы. Өте сапалы. Екінші, дайын бизнес жүйе бар. Үлкен инвестиция қажет емес бұл жерде. Онлайн жасау мүмкіндігі бар. Офлайн жасап жатқандар, мысалы, сіз офлайн бір ауылда тұратын болсаңыз, или районный центр болса, сіз сол жердегі адамдарды ғана қамти аласыз. Онлайн болса, бүкіл Қазақстанды, Ресейді, Қырғызстанды, Белоруссияны қамтау мүмкіндігіңіз бар. Осы 4 мемлекетте жұмыс жасай аламыз. Командамен өсесіздер, мен қазір көрсетемін. Сосын кейін бұл жерде тұрақты табысқа шығуға болады. Тұрақты қосымша табыс болсын, жоқ, тұрақты осы жерде жұмыс жасасаңыздар болады. И жәнегінде лидер болу мүмкіндігі, потому что бұл жерде ең үлкен статус всего лишь золотой директор. Оқыту, үйрету жәнегінде бар, яғни Инстаграм, TikTok, таргет, жасанды интеллект, чат-бот, плюс еще қыздар, өз нишаңды анықтау деген, бұл өзінің осы сабақтың өзі 370 000 теңгеге сатып алған, сіздер осыны тегін көре аласыздар, қыздар. Әр қайсысы сатып алынған, қыздар. Сосын кейін над собой жұмыс, жалқаулықтан қалай айырыламыз? Бұл жерде прям шаговый техникалар бар. Осындай сабақтарды көре аласыздар. Өкпе, реніш дегеннен айыру сабақтары бар. Енді бізге кімдер келеді? Бізге бірінші жай тұтынушылар келеді, болмаса сатушылар келеді, болмаса бизнес партнерлар керек. Барлығына бізде 40% жеңілдік. Барлығына. Тіркелдіңіз, тіркелу бізде тегін. Қалай тіркелдіңіз? Сіздің өзіңіздің жеке кабинетіңіз болады. Сол жердегі товарларды салатын болсаңыз, Қазақстан бойынша каталог бағасынан, біз каталог бағасынан, қыздар,
жәнегіндей 40% жеңілдікпен аламыз. Енді барлықтары және 40% жеңілдіктен плюс барлықтарымыз 20 мың теңгеге заказ салатын болсақ, 35 мың теңгенің товарын аламыз. 15 мың теңге қалтамызда қалады, не болмаса сатсақ 15 мың теңге пайда көреміз. Плюс бізде арнайы старт программасының сыйлықтары. Мынау почти 8 мың теңгенің товары, мынау 15 мың теңгенің товары, мынау 25 мың теңге, мынау 20 каталог бағасымен. Яғни, общем, где-то 70 мың теңгенің товарын сіз сыйлыққа аласыз. Ай сайын бізде ұтыстар бар. Осы айдың ұтысы менің личный командама, әлі директор болмаған, Эльмира өзінің командасына, Мархабат өзінің командасына ұтыстар қойылады. Менде қазір 5 қара сөмке, 5 қоңыр сөмке ойнатылып жатыр. Бұған қатысу үшін 100 балл жасасаңыз жеткілікті. Арқатай компанияның ұтыстарына қатысасыздар. Компанияда 125 балдан жоғары жасасаңыз, ай сайын осындай техникалар орнатылады. Ай сайын мыналардың бағалары қыздар кәдімгідей бір арзан зат емес. Өздеріңіз фотоға түсіріп, неден Каспийден іздесеңіздер болады. Одан кейін менің өзінің жеке брендім бар. Мен саумал шығарамын. Сол саумалды мен ұтысқа қойып отырмын. Бұл жерде 55 балдан жоғары жасаған қыздардың барлығы арасында ұтыс болады. 10 жеңімпаз. Негізгі саумалдың бағасы 10 мың теңге. Сіздер осыны тегін алу мүмкіндіктеріңіз бар. Не істеу керек? 55 балл плюс бір адам командаңызға шақыру керек. Енді барлығы айтады, жарайды, мен адам шақырғым келмейді, адам шақыра алмаймын. Адам шақырмай табыс табуға бола ма сіздерде? Қыздар, болады. Компанияның изначально айттым ғой, традиционный бизнес деп ше. Вот солай сіз сатып пайда көрсеңіз болады. Мысалы, 120 мың теңге каталог бағасындағы товарды сіз 70 мың теңгеге алу мүмкіндігіңіз бар. Яғни сатудан 50 мың теңге пайда. 240 мың теңгенің товарын 140 мың теңгеге 100 мың теңге пайда. Өзіңіз жалғыз ай сайын 140 мың теңге бір рет салып, содан ай сайын 100 мың теңге пайда көруіңізге болады. Кәдімгідей саудаға саламыз ғой ақша, мысалы бутик ашады біреулер жәнегінде базарда өзінің орны бар, болмаса магазині бар, қыздар, пожалуйста. Адам ешкімді шақырмай, өздеріңіз жәнегінде 40% жеңілдікпен алып, каталог бағасымен сатсаңыздар болады. 40-50%, яғни 100%, 40-50% скидка болса, біз сатқан кезде ол почти 90-100% табыс болады. Айна қанша пайда көріңіз соған байланысты, қыздар. 150 мың теңге пайда көргің келетін болса, 210 мың теңгеге бір рет сауда жасап, соны айналдырып отырсаңыз, таза 150 мың теңге пайда көріп отырасыз. Ал егер 200 мыңнан жоғары 315 мың теңгеге, яғни 540 мың теңгенің товарын аласыз. 350 мың теңге десеңіз, почти 500 мың теңгедей сауда. Ал егер, мысалы, миллион тапқың келеді десеңіз, 1 миллион 750 мың теңгенің товарын алатын болсаңыз, бұл каталог бағасымен 3 миллионның товары. Яғни продажада 1 миллион 250 мың теңге табыс табу мүмкін. Плюс еще маркетинг бойынша сізге 350 мың теңге дополнительный тағы төленеді. Сонда жарты 3 миллионның товарынан 1,5 миллион теңге табыс табуға болады. Яғни сатып да пайда табуға болады. Енді сатып жатып да, жәнегінде стартовый программаның да, компанияның ұтыстарына да, лидерлерінде ұтыстарына қатысасыздар. Ал енді, жоқ, мен сатпаймын, кішкентай азғана суммамен дедім, бизнес бастағым келеді десеңіздер, пожалуйста, қыздар. Бұл жерде жәнегіндей минимальный 17 мың теңгемен бастап кетуге болады. Егер бізде директор болу 5 мың балл. 1 балл 350 теңге, яғни 5 мың балымыз 1 миллион 750 мың теңге товар айналым. Мынау консультант бағасымен саналған ақша, мынау количество людей. Егер 17 мыңмен бастайым дейтін болсаңыздар, командаңызда 100 адам болған кезде, яғни 1 миллион 700-де, сіз директор боласыз.
Жоқ, мен үлкенірек суммамен жәнегіндей сыйлықтарды алып отырып бастаймын дейтін болсаңыздар, мынада сыйлық болмайды, тек қана бизнес партнер боласыз. 20 000 теңгемен бастасаңыз болады, онда 85 адам. Ал егер компанияның да ұтыстарына қатысамын деп бастайтын болсаңыздар, 50 000, Сәуле ханым дауысын кішкене басып қойыңыз. 50 000 теңгемен 50 000 теңгемен каталог бағасында 85 000 теңгенің товарын 50 000-ға алып, 35 адаммен директор болсаңыздар болады. Не болмаса бізде 70 000 Ана теңге. балдарымды алып ана жаққа барыңдар, ұйықтап қор болып жатыр. Сауле ханым дауысын басыңыз деймін. Ойбай, мен мика болып қосылып тұрмын ба? Иә, Иә, кешіресіздер. запись жүріп жатыр, поэтому кейін тыңдаған кезде Болды, басқа болды, адамдарға болды. мешать етпес үшін. 25 адаммен директор болсаңыз, егер 100 000 теңгемен жұмыс жасаймын десеңіз, сіздің командаңыз всего лишь 17 адам жеткілікті. И айлық табыс алып отырасыз, иә? Өзіңізге ыңғайлы сумманы осы жерден таңдайсыз. Мен сіздерге ұсынатыным мына 50 000 теңгемен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Осыған дейін мен 20 000 теңгемен жұмыс жасай келдім. Но қазір рекомендую 50-мен. Не себепті? Адам санында. Адам саны 50 адамға қысқарады. Жылдам өсу, жылдам старт пен премияларыңыз алу, жылдам өсу мүмкіндігі артады. Енді жәнегі тұтынушының мүмкіндіктерін түсіндірдім, иә? Тұтынушы жай ғана товарын алып отырады, ұтыстарға қатысады, өзіне халал евростандарт продуктыны, сатушыныкін түсіндірдім. Енді үшінші, бұл бізде бизнес партнерлар. Мен бизнес партнер, жәнегі лидерлерін бизнес партнер. Біз саналы түрде кәдімгідей бұл жерге адам шақыруға келдік, қыздар. Бизнестің любой адаммен жүреді. Мен кейде түсінбеймін, адам шақыру керек па деп сұрайтындарды шыны керек. Адамсыз бизнесті маған көрсетіңіздерші. Вот адамсыз жасалатын бизнес. Мына шаш таразының өзіне де адам керек қой. Шаш таразды ашып қойып, салонда бүйтіп, қолың бүйтіп қойып отырсан. Саған клиент келмейтін болса, шашын қидыратын клиент келмейтін болса, сен оны әдемі обслуживать етпейтін болсын, саған қайдағы ақша? Мұғалім, иә? Ол мұғалімде оқушы болмайтын болса, оқушы саны азаятын болса, ол сокращениеға кете ме? Кетеді. Медиктар, иә? Медиктардың өзіне де жәнегінде науқас адам бармайтын болса, тоже сокращение кете ме? Кетеді. Қай жерде любой ақша бар жердің барлығына адам керек. Поэтому кәдімгідей мына жерлеріңізде қыздар прям адамнан қашпаңыз. Адам деген бұл кәдімгідей ресурс, біздің табыс көзі. Иә? Басқа адаммен қарым-қатынасқа түсу арқылы сіз табысыңызды көбейтесіз. Басқа адамның мүмкіндіктерін, жәнегінде қандай да бір қажеттілігін жабу арқылы. Біреу мысалы айтады, маған турецкий товар керек еді, сапалы товар іздеп жүрмін. Пожалуйста, клиент болыңыз. Біреу айтады, мен бірге бір пайда көргім келеді, турецкий товар сатқым келеді. Пожалуйста, 100 000 теңгеге товар алып көр для начала, или 50 000-ға. Хит товарларды подбирать етіп береміз, е? Мынау жақсы өтеді, мынау жақсы өтеді, мынаған ұсыныс жақсы деген сияқты, е? Пожалуйста. Бізде мысалы алоэ напитіге 33 балл береді. Жәнегіндей 5 штук сатсаңыз жетеді. 5 штуктан 100 000 теңге пайда көресіздер, қыздар, кәдімгідей ше. 50 000 теңгедей пайда көресіздер. 10 штук сатсаңыз, 30 күнде 30 штук сатсаңыз, кәдімгідей пайда. Бірге бір пайда көресіздер. Өте күшті. Ол алоэ напитті бір рет қана ішіп қоймайсыз. Сіз мысалы ай сайын тамақ ішіп отырсыз, иә? Ағзаңызда қандай да бір жақсарғанда 3 айда бір рет пауза жасап отыруға болады. Яғни сіздің клиенттеріңіз, сізден алатын клиенттер постоянный адам болды. Шампунь сатсаңыз да ай сайын сол шампуньді қолданатын. Біздің заттарды алған кісілер постоянно сіздің постоянный клиентіңіз болады. И біз табысқа барлық адамдарды шақырамыз, олар өздері таңдайды. Или клиент болады, или сатушы болады, или бизнес партнер болады. Егер бизнес партнер болам десеңіздер, сіздерге 14 түрлі табыс көзі ашылады. Біздің маркетинг классикалық. Сосын кейін ай сайын сауда жасау керек па дейтіндер бар, иә? Егер ай сайын зарплата алғыңыз келетін болса, мысалы мұғалім
бір ай беріп 12 айдың және 9 айдың зарплатасын алмайды. Ол күн сайын барады, күн сайын барады, күн сайын барады балаларға салып, айдың соңында зарплата алады. Дәрігер де күн сайын барады, күн сайын барады, айдың соңында зарплата алады. Тыныш, тыныш. Қайғырамаңдар, запись жүріп жатыр. Тура сол сияқты, шаштары жабылқасыншы, зарплата жоқ. Магазин жабылқасыншы, продавец қойдыңыз, или ол ауырып қалды, или сіз бір жерге кетіп қалдыңыз, табыс жоқ, Ал біздікі бір рет команда құрып, жақсы табысқа шықсаң, сіз де жұмыс жасайтын табыс көзі бұл. Яғни 14 түрлі. Мен каждый 40% жеңілдік, старт программа, жылдамсыз, соның барлығына тоқталып айтып берем. Мұқият тыңдаңыздар. Осы жерде мұқият болыңыздар. Маркетинг. Бірінші, бұл біздің 40% жеңілдігіміз. Яғни 90 мың теңгені, мен 50 мың теңгемен түсіндіретін болам, қыздар. Бір балл 350 теңге, 5 мың балды қанша теңге болатын, теңгеге шығарсаңыз, пожалуйста, көбейтіңіздер. 1 миллион 750 мың теңге болады. Яғни 90 мың теңгенің товарын 40% скидкамен алсаңыздар, бұл 50 мың теңге. 50 мың теңге төлейсіз. Яғни сіз алғашқы пайдаңыз өзіңіздің семейный бюджетіңіздің біреуден сатып алғаннан көрі, сіз тіркеліп 40% жеңілдік алдыңыз. 40 мың теңге үнемдедіңіз. Ал егер тура алған затыңызды айғайлаттырмашы көне. Сатып жіберетін болсаңыз, 40 мың теңге үстінен пайда көресіздер. Түсінікті ғой, бірінші. Екіншісі, жәнегі біздің сыйлықтар. Бұл да бізде табыс көзі. Потому что алған затыңызды басқа дүкеннен сатып алсаңыз, бұл сізге ақша. А сізге сыйлыққа береді. Мынаны да сатып алсаңыз, ақша шығарасыз. Оны да сыйлыққа береді. Мынаны да сатып алсаңыз, негізі, қарасаңыз 4. Мынау уход, қол кремі, мынау косметика, мынау денсаулық, мынау үй тазалығы, әрқайсында әртүрлі. Осы заттар сізге бұны сатып жерсеңіз пайда, ал сатпай өзіңізге қалдырсаңыз, семейный бюджеттен үнем. Керемет па? Керемет, Үшінші табыс көзі бұл жылдам старт, қыздар. Мен жылдам стартты сіздерге түсіндірейін. Мен өзім жылдам старттан атта кеттім. Мен сразу директор болдым бір айда. Егер сіздер 3 айдың ішінде, алғашқы 3 айдың ішінде, мысалы, бірінші ай, или 3-ші ай, 12%-ға шығатын болсаңыз, маркетинг бойынша сізге командный бонус бөледі ғой. Содан бөлеп 7200 теңге бірінші ай. Есептеңіздер, қараңыздар. Шөкенай, айғайлатпашы деймін. 12% примерно теңгеге шаққан кезде 320 мың теңге товар айналымы, сондай командаңызбен, командный табысыңыздан бөлек 7200 теңге бірінші айда. Санаңыздар. Бірінші айда шықпай қалсаңыздар, ештеңе кетпейді. Екінші, 3-ші айда да. Самый главный 3 айдың ішіне кірсеңіз болды. 3-ші айда болдыңыз деліге, 12%. И 4-ші айда осы 12%-ді подтверждать етсеңіз, сізге дополнительно тағы да 10.800. 5-ші айда 15%-ға шығатын болсаңыз, 15%-ға, 14 мың теңге тағы төленеді дополнительно. 6-ші айда 30 мың теңге төленеді, 15-ді подтверждать етсеңіз, арғада 7-ші айда 18-ге шықтыңыз, ол кезде 30 мың теңге сіздің табысыңызды қазір айтам, соның үстіне төленеді. 8-ші айда 18-ді подтверждать етсіңіз, 41 мың теңге. 9-ші айда мысалға айтып жатырмын, асықпай бірәм өз жатырсыз дейліге. 22%-ға шықсаңыз, 41.400. Ал егер тағы бір ай, келесі айында 45 мың. Яғни бұл жерде 3 айдың ішінде дегенде сіздер ойлап қалмаңыздар. Осы 3 айдың ішінде ғана деп. Сол 3 айдың ішінде кірсеңіз болды жылдам стартқа. Бірінші айда кіресіз бе, екінші айда кіресіз бе, 3-ші айда кіресіз бе, маңызды емес. Самый главный кірсеңіз. Бірінші айда мысалы 3% болып қалдыңыз, или 6%. Екінші айда 12%-ға сразу шықсаңыз, все, сода сізге қосымша төлен отырады. 15%-ға шыққан кезде сізде уже компаниямен договор болады да, одан кейін ақшаларыңыз барлығы және счетқа түседі. Общий жылдам старт бойынша, қыздар, 270 мың теңге компания төлейді. Бұл арнайы
сізде комфортно өсу мақсатында. Мен бір айда директор болғаннан кейін мен мына жылдам старттан аттап кеттім. Қараңыздар, мында 25% деп жазылып тұрған жоқ. Значит, 12, 15, 18, 22. А 25%-да отдельно премия бар. Жылдам старт бонусы түсінікті ма, қыздар? Бірінші, екінші, үшінші айдың ішінде кірсеңіздер болды. Арғатай ай жасап отырсаңыз болды. Өте керемет. Самый главный, құламай, прям 12%. Одан кейін сразу 15%-ға түсеңіз, мысалы, екінші айда 12% болсаңыз, 7200. Келесі айда 15%-ға резко өтсеңіз, мысалы, 14 мың теңге төленеді. Оны подтверждать етсеңіз, тағы 30 мың теңге. Одан кейін 18 өтсеңіз, тағы да 30 мың теңге төленеді. Подтверждать етсеңіз 41. Сөйтіп, медленно кәдімгідей асықпай өсу мүмкіндігі бар, осы премияларды алып отырып, иә. Арғатай төртінші табыс көзі, бұл командалық бонус. Яғни, командамен 200 балл жасайтын болсын, 3%. Бұл примерно 2000 теңгедей ғана болады, қыздар. 400 балл 6%, где-то 5000 теңгедей төленеді. 600 балл 9%, 15 мыңдай төленеді. 900 балл 12%, вот, пожалуйста, не 900 балл 12%-ға шығатын болсаңыз, мына балдар қанша теңгемен десеңіздер, жәнегі 350-ге ғана көбейте саласыздар, қыздар. Бұл пайыздардың белгісі. Егер сізде 1399 болса, онда 12%. 1400-ден асты ма, уже 15%. Түсінікті ғой, е? 1400 балымыз, примерно 500 мың теңге товар айналым. Осы жерде компаниямен договорға отырасыз, примерно зарплата 50-70 мың теңге көлемінде болады. И арғатай 2200-де 18%, 3600-де 18-де 100 мыңнан асады. 3600 22%, бұл жерде 150-200 мың теңгедей болады. А 5000 балда бұл 250 мен 350 мың теңге төленеді. Командаға 350 мың теңге бөлінеді негізі. Арғатай кеттік. 5-ші табыс бұл персональный бонус. Бағана өзіңіз жасаған 50 балл болсын, 55 балл болсын, 200 балл болсын, 150 балл болсын, сол балдан қай пайызда тұрасы, сол пайыздан өзіңізге ақшаңыз кэшбэк ретінде қайтадан қайтып келеді. Көп компанияларда каталог бағасымен ғана алады товарды, сосын консультант бағасы деген жоқ. Бізде 40% жеңілдік бар. Бір, плюс еще персональный бонус кэшбэк бар. Түсінесіздер ме? Мысалы, көп компанияларда 50 мыңға товар алады да, сосын кейін, ойбай, саған міне кэшбэк бердік, деп кабинетіне бір 5-6 мың теңгені лақтырып қояды. А біз 50 мың теңгеге 90 мың теңгені товарын, яғни уже 40 мың плюстамыз. Плюс команда құратын болса, жәнегі жасаған 50 мың теңгеміздің товар айналымынан бізге қай статуста тұрмыз, сол статустан тағы да ақша бөлінеді. Өте күшті, қыздар. Бұл өте күшті мүмкіндік. Арғатай лидерский бонус деген. Бұл менің енді айтып отырмын, постоянно айтамын. Бұл менің любимый бонустарымның бірі, потому что бұл пассивный доход. Егер сіздің командаңызда жаңадан 18%, 22%, 25% адам уже 18-ден қалай ашады, сізге лидерский бонус төленеді. Мысалы, 5 адам дедіге, 5 қыз тіркедіңіз, 1, 2, 3, 4, 5. Бізге 5000 балл. Әрқайсысы 1000 балдан, команданың 1000 балдан өсіп жатыр деліге. Соның біреу 18%-ға шығатын болса, сізге уже осы команданың товар айналымынан уже сізге лидерский бонус 10%, міне мына жерде 4%, 3%, 2%, 1,5%. В общем, 10,5% лидерский бонус төленеді. Плюс сіздің 18, сіз 25-те тұрсыз, екеуінің разницасы да ақша төленеді. Түсініңіздер ме? Өте керемет лидерский, яғни командаңызда директор болғанын тосып отырудың қажеті жоқ, ол уже басқандай бонус. Мұна 18-де шықса уже төленетін пассивный доход, қыздар. Арғатай өсе бастайтын, мысалы, бронзовый директор болсын, 4 глубинадан 1, 2, 3, 4.
Бронзада да 1, 2, 3, 4, бірақ пайызы көбейеді. 4,5, 3,25, 2,25 қоссаңыздар, где-то 11, 12. Прям чувствуется, қыздар. Мен өзім алып отырмын ғой, кәдімгідей чувствуется. Егер золотой директор болсаңыздар, міне 5, 3,5, уже 8, 9, 10, 11, 12% төленеді. И сөйтіп 7 глубинаға дейін, мына 7 глубинада, мысалы, босс директор 7 глубинаға дейін түседі. 28%-ға дейін төленеді, қыздар. Мына бриллиантовый қыздар, бағанағы 6 миллион 800-дер 5-ші уровеньнен алып отырған қыздар, е. Бұл пассивный доход, қыздар. Мен өзім неге конгресске барып келгенде, қасымда платиновый директор отырды. Міне қараңыздаршы, директор, бронзовый, золотой. Біз Қазақстан бойынша мына 3-де ғана тұрмыз. А Россия платиновый директорлер, изумрудный бар, бриллиант. Оларда 1, 2, 3, 4, 5, 6 статусқа дейін өсті. Жәнегі шетелдіктер уже вице, премьер, гранд премьер, босс директор. Жәнегі 230 миллион алып отырған қыздар, солар босс директорлер. Жәнегі Александраның командасында өзі босс директор и 1 босс директоры бар. Представляете, Мексикада. Бізде золото, значит, біздің нарық бостығының дәлелі осы, қыздар. Платиновый директор әлі жоқ, изумруд жоқ, бриллиант жоқ, мысалы. И жәнегі айтайын, қасымда отырған келіншек пенсиядағы апа енді. Пенсияда, бірақ өте прямо әдемі, хорошо выглядит. Платиновый директор. Платиновый директор зарплатасы біздің теңгеге шаққанда 1 миллион 800 мың теңге. Үйде пассивный доходта қыдырып жүрем дейді да. Вообще енді күшті. Енді 7-ші табыс бұл премия, қыздар. Жәнегінде статустарды ашқан кезде компания премия береді. Және жылдам стартпен премияларыңызды алып кеп, сіз 5000 балл директор болған кезде, міне 1-ші айды болдыңыз, тағы да 2 ай подтверждать етсеңіз, сізге 450, зарплатаңыз примерно 200-300 мың теңгенің көлемінде болады ғой, команда қалай құрғаныңызға байланысты. Плюс өзіңізге жеке 450 мың теңге премия төленеді. Кейбір компанияда бөліп төленеді, бізде бірақ береді. Бірақ бөлмейді, вообще бір тиыныңызды бөлмейді, қыздар. Копейку береді ғой. Ана бит қалды, сөйт қалды деген әңгіме мүлдем жоқ бізде ше. Одан кейін самый интересный, қыздар. Мысалы, сіз сразу келдіңізде платиновый директорды ашып тастадыңыз. Деліге 1-ші айда платина болдыңыз. Және жылдам старттың 230 мың премиясын менсінбедіңізде, сразу платиновый болсаңыз, сізге 1-ші платинаның премиясы төленеді. Сосын кейін золотаныкі төленеді, сосын кейін бронзаныкі төленеді, сосын менеджердікі төленеді. Көп компанияда сен қай статусқа бар, соңғы ғана төленеді, болды. Бізде артқа қаратай төлене береді. Платиновыйды 3 ай подтверждать еттің ғой, платинаның премиясын алдың. 1 миллион 260 мың. Одан кейін 3 айдан кейін золотанкін, одан кейін 3 айдан бронзанкін, одан кейін 3 айдан кейін менеджердікін ала береді. Арғата изумруд өш жасаңыз, изумрудтікін де бере береді. Осындай күшті жерлері баршы. Енді қараңыздар. Және директор деген 1 миллион 700 мың теңгеде. Енді мына 1000 балл, 5000 балл, қыздар. Мына қызың директор болған кезде, сен бронзовый директор боласың. Мына қызың өзінің 450 мың теңгесін алып жатқан кезде, компания сізге, за то, что мынандай бір қыз шақырған үшін, сізге 540 мың теңге премия береді. Екінші қызыңыз золотой директор болып жатқан кезде, ол өзін 450 мың алып жатқан кезде, компания сізге 810 мың теңге премия төленеді. За то, что сіз оларды бизнеске шақырып, үйреткен үшін. Келесі, 3-ші директорде сіз золото болып тұрасыз, бұл жерде пока премия алмайсыз. Бұл жерде премия аласыз, қазір ол статуста айтам. 4-шіде 1 миллион 260 мың теңге премия аласыз. 5, 6, 7-де платина болып тұрасыз, 8-шіде 3 миллион 600 аласыз. 9, 10, 11-де изумруд болса, 12-ші адамда 6 миллион 300. Яғни, сөйтіп командаңыз өскен сайын, 3 ай подтверждать еткен сайын премияңыз. И бриллиантта 6 миллион 300, вице-премьерде 16 директор болу керек, 11 миллион 700,
Премьерда 20 директор болу керек, 25 миллион. Грант премьерда 30 директор, 81 миллион. Бос директорда сол жәнегі 30 директорның ішінде 12 қызы бриллиантовый ветка болу керек. Сол кезде 1 миллион 162 миллион теңге бір рет премия төленеді. Енді осы статустарда примерно зарплатамыз қанша болады деп сұрайды. Тура осы премияның жартысынан басталады. Мына директорлікте 450 болса, тура осын 2-ке бөлсеңіз, бұл 225 мың, яғни сол 225-тен жоғары болады. Бронзада 540, яғни 270-тен жоғары болады. Золотода 810, значит 405-тен жоғары болады. Платиновыйда 1 миллион 200, яғни 600-700 мың теңге болады. Изумрудта бағана платиновый директор, помните, мен айттым ғой, платина, бірақ статистика бойынша мысалы 600 болу керек, бірақ оның командасында арғатай мықты лидерлер бар, поэтому 1 миллион 800 мың теңге алып отыр. Бриллиантовый директор, жәнегі 2 бриллиантовый директор бар Ресейде, татарлардың арасында, біреуі 6 миллион 800 алады, екіншісі 4 миллион алады. Изумрудтар бар, о жерде 3-4 изумруд бар. Бриллиантты 2 ғана о жақта. А вот платиновыйлар өте көп, золото көп, бронза директорлар өте көп. Бриллиантовыйда минимально 3 миллионнан жоғары аласыздар. Вице-премьерде 11 болса, значит 5,5 миллионнан жоғары аласыздар. Премьерда 25 болса, значит 10 миллионнан жоғары аласыздар. Грант премьерде 81, яғни 40 миллионнан жоғары аласыздар. Бос директорда 160 болса, яғни 80 миллионнан жоғары аласыздар. Бұл сіздердің айлық табысын тура осының жартысы жоғары болады. Одан төмен болмайды. Кәдімгідей санау бойынша көріп отырсыздар, бағана қаншама чектарды көрсеттім, е? Осы, бұл 7-ші табыс. Енді 8-ші табыс, бұл тегін саяхат. Жәнегі директорлық статусын орындағаннан кейін 3 ай орындағаннан премияңыз алдыңыз, ар жағында тағы 3 айдан кейін компания сізге тегін Стамбулға саяхат береді. Компанияның өзінің өндіріс орнына барып келесіздер, қыздар. Барған жолыңыз, қайтқаны барлығы компания төлейді. Бір тиын ақша шығармайсыз, бір $100 алсаңыздар жеткілікті. Көп компанияда ойбай 5 директор шығар дейді. Әр директоры 2 миллион, 2 миллион, 2 миллион, бір где-то 10 миллион теңге товар айналып болған кезде ғана саған тегін саяхат беріп жатады. Или 3 директор шығар деп жатады. Бізде өзің директор бол дейді, өзің директор бол, 1 миллион 700. Все, саяхатқа бар. Тегін компания жолыңды төлеп. Өткенде ғана бізде әлі 1 ай болған жоқ, Ақтаудың 3 қызы бар келді, е? Керемет па? Керемет, е? Арғатай кеттік. Автобонус, авточек деп аталынады бізде. Сайтта көрсетемін. Қазір даже еще сайтқа кіріп қыздар көрсетем. Бұл золотой директор дәрежесінен. Мен 1 рет алдым, қыздар. Қазір алып жатқан жоқпын. Бұл боковой оборот, мысалы, командаңызда 5 қыз болсын, 2 директор болғаннан кейін, мына 3 қызыңыздың товар айналымы жалпы 7,5 балл болу керек. Неге кішкене жетпей жатыр, Қалай жетеді? Сізге айма-ай автобонус төленеді. Чек. 60 мың теңгеден 600 мың теңге. Сосын кейін прирост деген жоқ бізде. Прирост дегеніміз, мысалы, басқа компания айтады, 5 миллион товар айналым болдың, автобонус егерсің, барасында автосалоннан барып машина аласың, несін жапсырасың дейді олар. Сосын кейін айма-ай саған ақша. Бірақ олар айтады, сен товар айналымды өсіруің керексің, өспесе ақша жоқ. Бізде сол бір товар айналымды тұра берсеңде ақша төленіп отырады. Мысалы, 5 миллион товар айналым делік, 5-6 миллион. Бірінші айда 5-6 миллион, екінші айда болды. Постоянно сол главный боковойыңызды утверждать етіп отырсаңыз, ай сайын дополнительно 60 мың теңге түсіп отырады. Қазір 60 мың емес, қыздар, 6 мың теңгені ешкім бермейді, поэтому бұл ақшалай. Бұл ақшалай. Арғатай 10-ші табыс, бұл эксперт клуб. Эксперт клуб дегеніміз, сіз өзіңіз лично 125 балл жасауыңыз керек, сонда VIP клиент деген болады. Сізге компания 75% жеңілдік береді. Барлық товарға емес, бізде и так та уже 40% жеңілдік бар. Дополнительно ай сайын определенный өзі товарлар шығып тұрады, сол товарларға 75%
жеңілдік алыңыз. Егер сіз жәнегін 50 мың теңгемен бизнес бастайтын болса, сіз автоматты түрде эксперт клуб мүшесі боласыз да, келесі айда товарлар өзі сайтта көрініп тұрады, ай сайын ол жердегі товарлар ауысып тұрады, сол товарларға 75% жеңілдік аласыз. И плюс компанияның ұтысына қатысасыз. 11-ші табыс көзі бұл бонус наставника. Бағана көрсеттім, қыздар, бағана мына жерде не? Золото, платинаның арасында 3-ші директор. Мына жерде 5, 6, 7-ші директор. Мына жерде 9, 10, 11-ші директор дегендер бар, соларға премия. Вот, пожалуйста. Оларға емес, даже, мысалы, қараңыз, мына 180 мың теңгені жаттап алыңыздар, мен қазір түсіндірем. Мысалы, бағанағы 5 адам, мына бронзовый директорыңыз болған кезде, бұл сіздің личнигіңіз директор болса, 540 мың теңге структураның глубинасынан шығып жатса да ала берсе, личнигіңіз болса, тағы да 180 мың төленеді. Личниктерге, мына, мысалы, бронзада 501 лет қана 540 алмайсыз. Егер ол сіздің бірінші личнигіңіз болатын болса, тағы да 180 мың осыны төледі. Просто 180 мың ай 6 айға бөлінеді. 30 мың теңгеден 6 айға бөлінеді. Бөліп береді. Екінші қызыңыз золото директор болса, оғанда 810 мың плюс 180 мың. Почти миллион теңге ғой. Үшінші қызыңызға жәнегіндей золото болып тұрады. Вот, пожалуйста, осы жерде тағы 180 мың. Төртінші платиновыйда 1 миллион 260 мың теңге болса, тағы 180 мың. Ал егер сонда личниктер ғана болса премия аламыз ба деп ойласаңыздар, мысалы, мына статусын жоқ. Мысалы, сіз 5 қыз шақырдыңыз. 5 қызыңызда ой, анау болды, мынау болды деді, и оның астында қыздар жұмыс жаса кетесін, глубинадан деп айтады, шығып жатса да, мына премия, статусының премияны сіздер аласыздар. Сіздер тек қана және бонус наставниканы ғана алмайсыздар. Өйткені бонус наставника личниктерге беріледі. Ал личнигіңіз болып, еще статус жасап жатсаң, екеуін де аласыздар. 12-ші табыс көзі бұл офис ашу. Бізде қазір Ақтауда бар, Алматыда бар, бұл жерде сіздің товар айналымыңыз бар ғой. Мысалы, 1 миллион теңгелік товар айналым. Мысалы, сіз Ақтөбеден аштыңыз делік, сіздің ақтөбелік қыздарды жинадыңыз. Сол жерде выдача жасадыңыз делік, сол жерге түсіп, басқа командадан болсын, бүкіл Қазақстан бойынша ақтөбеліктерді сізге заказ салатын болады. Ол сіздің шақырғаныңыз болсын, басқа структурадан без разницы. Самый главный повқа келетін болса, 1 миллион теңгелік товар айналымға 2,5 мың теңге төленеді. 3 миллион 900-ден бастап 3-2 төленеді, 8 миллион 300-ден ашса 4% төленеді. Компаниядан төлеп. Бұл жерде екі вариант бар. ПОФ, пункт обслуживания фармасия ашуға болады, және екіншісі код консолидация деген. Бірақ пункт обслуживания фармасияда бүкіл Қазақстан көреді, а код консолидация сіз директордан кейін тек қана мысалы Ақтөбеден сізден тараған команда ғана көреді. Екеуінен де доход бар. Қалай сіз директорға шығасыз, біз сізден сұрайсыз. Мен ПОФ ашсам бола ма десеңіз, біз сізге түсіндіреміз. ПОФтың несін и және код консолидацияны. Бізде Алматыда код консолидация да бар, и ПОФ та бар. 13-14 жылдық бонус, өсу бонус. Қыздар, кстати, өсу бонусы бізде жәнегіндей бонус роста дейміз ғой, ол бар қосылған, ол жәнегі быстрый стартқа ұқсайды, бірақ бұл уже тіркелген адамдар бар ғой, тіркеліп жұмыс жасап жатқан, уже 3 айдан ас кеткендер жасай алады. Егер олар жәнегіндей 12 рет-ретмен жүретін болса, ол премиялар оғанда төленеді. Енді жылдық бонус әлі подтверждация етілген жоқ. Осындай 14 түрлі табыс көзі бар, қыздар. Енді мен сіздерге бағана айттым, 50 мың теңгемен бизнес бастап кетсеңіздер болады. Ол қалай? Біріншіден, адам саны азаяды. Өзіңіз 50 мың теңгеге келдіңіз, қалаған затыңызды аласыз. Не алам дейсің, бағана мен 6-7 түрлі направление айттым, соның ішінен өзіңіз таңдап аласыз. 90 мың теңгені табарын сіз 50 мың теңгеге аласыз. И 5 адам шақырдыңыз бизнеске. Бірінші айда уже сіз жәнегінде 15% доходқа шығасыз.
Екінші айда кәдімгідей матрица сияқты екінші линияңыз жапсаңыз болады. Басында 25, иә. Уже сіз жәнегіндей 5-тік, 25-30 адам ба, олардың кішкене бір-екі-үшеуі шақыру мүмкін. Сонымен сізде уже 30-35 адам жиналады. Екінші айда уже сіз жәнегіндей директор статусын жабу мүмкініңіз бар. Бұл жерде жәнегі айтқан 200 мың теңгеден жоғары табыс, 450 мың теңге премия, тегін саяхат. И плюс жәнегіндей жылдам старттың да бонусын үлгересіз мына жерде бірінші айда алып. Бұны сіз бірден және жылдам жасасаңыз болады, жоқ, асықпай да жасасаңыз болады. Арқатай уже және бірінші, екінші, үшінші линияңыз 125 серіктес жабылатын болса, сіз уже платиновый директор боласыз. Ол жерде общий премия уже 3,5 миллион теңге, айлығыңыз 300 мың теңгеден асатын болады. Осымен жұмыс жасасаңыздар болады. Қазіргі таңда бізде каталогта акциялар болып жатыр, 1+1 тең болады 3 деген, мына бізде шампунь. Плюс тағы да міне кремдерге болып жатыр, шампуньдарға, сабынға, каштангелге, дезодорантқа скидкалар болып жатыр, туш, карандаш, міне каталогтан барлығын, чайное дерево сывороткасы, соларға скидка болып жатыр. Сонда бизнестің негізгі мәні біз жай дүкеннен алып жүрген заттарымыздың барлығын фармаси интернет дүкенінен алу. И тура сол сияқты тұтынушылар командасын құруға болады, болмаса сатушылар командасын, болмаса бизнес-партнер командасын құруға болады. Ешкімді мынандай суммаға жаса деп қыздар мен үгіттемеймін. Әркімнің өзінің комфортный суммасы бар, бағана жоғарыда айттым, өздеріңіз таңдап аласыздар, қай сумма сізге комфортный, сонымен жасаған абзал. 17 мың ба? Сіз дайын болуыңыз керек 100 адам шақыруға командаңызға, яғни жәнегінде 5, 25, арғанда 125 деген сияқты, Одан кішкене азайтам десеңіз 20, 50, 70. Әркім әртүрлі. 17 адаммен сразу 100 мың теңгелік сатушылар командасын құруға болады, өзі дополнительно сатып жүретін. 70 мың теңгелік сатушылар командасын или потребительский команда құруға болады. Минимальный 17.500 теңгеден басталады. Максимальный хоть 3 миллионмен бастасаңыз да болады. Маркетинг түсінікті ғой, қыздар? Мына жерде міне кеше жасадық қой, қанша бизнес-партнер мен директор боламыз деген, бутик, магазин, офис болса, каталог бағасы 3 миллион, 1 миллион 500. Мынау кеңесші бағасы. Мынау сатудан пайдаңыз, мынау балы, и мынау командадағы адам саны. Не болмаса сатушылар, 300 мыңдікін 170 мың, болмаса 70 мыңның сатушы 10-25. Не болмаса тұтынушылар командасы. Негізгі тұтынушылар командасымен жұмыс жасаған намного жеңілірек болады, қарасаңыздар. Енді фармасияға тіркелгенде қандай пайда? Бұл сапалы товарды аласыздар. Сосын кейін заңды компания, ешқандай мен өзім жұмыс жасап отырмын ғой, қыздар. Жаның тынышталып жұмыс жасайды. Переживать етпейсің де, біреуге жаман бірдеңке ұсынып жатырмын деп мүлдем переживать етпейсің. Потому что компания өзі дәлелдеген. Компания нас не нуждается деп айтады ғой. Это мы осындай компанияда нуждаемся, осындай мүмкіндікті. Әйтпесе нарықта компания өте көп, қыздар. Бірақ соның ішінде товары да, маркетингі да, адамға деген қарым-қатынасы да, экопродукт жаса, соның барлығы бір компанияда. Сондықтан жақсы компания таңдауды нәсіп етсін, қыздар, сіздерге. Аз суммамен де, көбірек суммамен де бастай бересіздер. Оқыту платформасы жәнегінде бар, екі канал бар. 1 күндік старт нұсқалы, 7 күндік бар. Чат бар өзімізде. Апта сайын сабақ болады бізде компаниядан. И біз қазір күнделікті сабақты енгізіп, бір күн маркетингті айтсақ, ертесінде продукцияны айтып жатырмыз. И все. Получается, тұтынушы, сатушы, бизнес-партнер. Біз жарнама жасауымыз керек.
жарнамасыз болмайды, қыздар. Ол жарнаманы қай жерде жасайсыздар, оны уже сізбен бетпе-бет мен команда құруға келдім, мен қалай жұмыс жасайын деген кезде сіздің өзіңіздің бір плюстарыңыз болады ғой, өзің жасай алатын нәрсені, соны обсуждать ету. Мысалы, қыздар бар, бізде массажист қыздар бар, массаж жасап, массажный гельдармен кәдімгідей массажный кабинет ашып табыс табатын, үйде массаж жасайтын қыздар бар. Отзывтар жәнегіндей бір адам айтады, мынандай күшті массаж бар. Солай да. Плюс біздің продукция и массажный кабинет. И массажға келген адамнан еще табыс табасыздар, мысалы. Егер косметолог болсаңыз, өзіңіздің кабинетіңіз ашып, сондай косметолог қыздар командасын жинасаңыз болады. Косметика тазарту жәнегіндей неше түрлі бар ғой бізде, жәнегі чайное дерево бар, календула, анау мынау, сонымен беттерін тазалатып жасап, плюс за услугу, плюс команда жинап. Яғни әрқайсыларыңызға подбирать етеміз, қыздар. Егер сіз нутрициолог болсаңыз, соған жақынырақ болатын болсаңыз, біздің өнімдер коктейль бар, коллаген бар, L-карнитин бар, алоэ напиток бар, осылармен жұмыс жасауға болады. Жоқ, мен продажникпін, продажамен десеңіздер, дезодорант, шампунь, зат деген жетеді, қыздар. Жұмыс жасайын деген ниет болса, біз сіздерге жолын көрсетеміз, қай направление. Біз сізді қалай көреміз? Сіздің плюстарыңыз, бірдеңке икеміңіз бар ғой, в любом случае. Вообще икемсіз адам емессіз ғой. Қазір бірдеңке жұмыс жасап жатсыз, мысалы, соған сай направление беріп көрсетеміз. Самый главный, сіз бізге видеозвонокқа шығып айтсаңыз болды. Сонда получается, бірінші әрекет тіркелу бізде тегін, фармasi интернет дүкеніне тіркелесіз. Екіншісі, жәнегіндей, менің айтқан ақпаратым сізге жеткіліксіз болып жатса, компания жайлы ақпараттарды қарап тыңдасаңыздар болады. Видеолар бар, басқа да маркетинг түсіндірген видеолар бар, осының бәрін көрсеңіздер болады. Все, қыздар, мен аяқтадым. Сұрақтар бар ма? Видеоға шығып сұрақ қойсаңыздар болады. Давайте. Сәлематсыз ба дейді, чатта оқып. Естіліп тұр дейді Нара. Қайырлы күн баршаңызға, сәттілік дейді, түсінікті дейді Айна. Аудио қосып сұрақ қойсаңыздар болады. Новичок қыздар болды ма бүгін? Новичок қыздар болса, осы записьті жібереміз, если что. Бүгін негізі бізде негізі Елмира деген, одан кейін Елмира болмай қалды, Елмира негізі дайын болды. Ертең продукция жайлы айтылатын болады, бүрсі күні, Құдай қаласа, Елмира қайтадан маркетингті айтатын болады. Сондықтан ссылканы жіберіңіздер. Сұрақ бар ма, қыздар? Сұрақ болса қойыңыздар. Жәнегі жылдам старт дегендер түсінікті ма? Қыздар, сұрақ жоқ болса, мен онда ұзақ созбай аяқтайын. Осының өзде 1 сағат болып кетті ау деймін шамасы. Ұзағымен нет жатырмыз. Ұзақ создым, 40 минуттық емес, уже бізде 1 сағаттық қып өткізуге, 2 сағаттық өткізуге болады. Қыздар, обратный связь, жоқта қалдыңдар ма? Жоқ деп бір, онда Жоқ болды. түсінікті ғой, түсінікті болды барлық. онда жаба салайын, продукция жайлы. Ау. Өте түсінікті. Аха. Бәрін жақсы, рахмет. Продукция жайлы ертең айтылатын болады. Ертең продукцияға или өзім шығам, или бір қызды назначить етем. Все, давайте, қыздар, онда. Өшірейін мен трансляцияны. Сау болыңыздар.